Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмді құру. Алгоритм құрумен 5-ші сыныптан таныспыз. Алгоритм дегеніміздің не екендігін еске түсірсек. Алгоритмді жазу түрлері. Алгоритмдердің жазудың 5 негізгі түрі бар. Ауызша, табиғи тілде жазу, графикалық таңбалар, блок сызбалардан тұратын сурет, кестелі, жалған кодты, псевдокод. Есептерді шешудің алгоритмін жазуда ең алдымен қалай сұрағына жауап беру қажет. Ережеге сәйкес есептерді шешудің келесі сипаттамасы бар: қарапайымдылығы, құжаттандыру, модульдік принципте құру. Яғни программаның кез келген бөлігі қайта қолданылып немесе өзгертілуі мүмкін. Қателер туралы пайдалы хабарламалар. Алгоритм құру үшін бірінші проблеманы анықтау, содан кейін есептерді шешу кезеңдерін орындау керек. Бірінші, есепті шешу кезеңдері. Есептер туралы ақпараттарды іздеу, есептің шарттарын тұжырымдау, есепті шешудің соңғы мақсатын анықтау, нәтижелерді шығару формаларын анықтау, деректерді сипаттау. Екінші, есептерді талдау мен зерттеу, модельдеу. Үшінші, алгоритм құру. Герон формуласы бойынша А, Б, С қабырғалары берілген үшбұрыштың ауданын табу есебіне құрылған блок схема Python программалау тіліндегі программаны қарастырамыз. Бекіту мысалы: қабырғалары белгілі үшбұрыштың ауданын табыңыз. Үшбұрыштың ауданын табу үшін Герон формуласы қажет. Герон формуласы S те болады, түбірастында P көбейтілген P азайтылған A, P азайтылған B, P азайтылған C. Мұндағы P жарты периметр. Жарты периметрді табу үшін үшбұрыштың үш қабырғасын қосып 2-ге бөлеміз. Бекіту мысалының блок схемасын құрайық. Алгоритмнің басы, енгізілетін үш қабырғасы және де үшбұрыштың ауданын табу үшін жарты периметр қажет. Жарты периметр орындалатын амалдар және үшбұрыштың ауданы Герон формуласы және нәтижесі ауданын экранға шығару. Алгоритмнің соңы. Python программалау тілінде программаның кодын жазайық. Import math класын шақырамыз, себебі бізде SQL функциясы қолданылады. A, I, input. Үшбұрыштың бірінші қабырғасы. B, I, input. Үшбұрыштың екінші қабырғасы. C, I, input. Үшбұрыштың үшінші қабырғасы. Жарты периметр. Үшбұрыштың үш қабырғасының қосындысын 2-ге бөлеміз. Және де үшбұрыштың ауданы Герон формуласы. Бұл жерде бізде SQL-ді, яғни математикалық функцияны біздер math класының көмегімен шақырамыз. Print ауданы F, нәтижесін экранға шығарамыз. Дәл осы программалау кодын көшіріп алып, Python программалау ортасында нәтижесін көрейік. Жаңа файл құру үшін файл мәтінінен New File командасын таңдаймыз. Көшіріп алған программамызды қоямыз. Программаны міндетті түрде сақтаймыз. Файл мәтінінен Save As командасын таңдаймыз. Программаның атын есеп 659 деп сақтаймыз. Шақырылды. Енді программаны орындауға жіберу үшін клавиатурадан F5 пернесін немесе Run Oil командасын таңдауға болады. Үшбұрыштың бірінші қабырғасын енгізу 24,